Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, Нұргүл Ерболатқызы ғылыми жетекші боласыз ба дегенде бірден келістім. Себебі оның кәсіби ұстанымын, жауапкершілігін бұрыннан білемін. Прокуратура мен сот жүйесінде ұзақ істемесе де, ол екі салаға да бұрын болмаған көп нақты өзгерістер әкелді. Соттардағы басты мәселе азаматтық істердің тым көптігі еді. 2018 жылдан бастап қоғамға дау тек сотта емес, өзара келісіммен де шешіледі деген ойды сіңірдік. Әкімдіктермен бірге 87 өңірде татуласу орталықтары ашылды. Осы бастаманы іске асырған Нұргүл Ерболатқызы. Ол басқарған команда халыққа түсінікті тілмен жеткізіп, қоғам көзқарасын өзгертті. Нәтижесінде 4 жылда азаматтық даулар саны 2,5 есе азайды. 1 миллионнан 400 мыңға дейін. Ең көп азайғаны ағайындар арасындағы даулар. Бұл жай статистика емес. Бұл халықтың уақытын, қаржысын, жүйкесін сақтап, қоғамдағы татулықты күшейткен нақты нәтиже болды. Сонымен қатар, оның жетекшілігімен судьяларға арналған 700 беттік және прокурорлар мен тергеушілерге арналған 1,5 мың беттік 2 ірі жинақ жарық көрді. Бұл қазақ тіліндегі алғашқы тәжірибелік еңбектер құқық саласында мемлекеттік тілдің беделін көтерді. Нұргүл Ерболатқызы тапсырма күтпейді. Мәселені өзі байқап, өзі шешім ұсынады. Ол мемлекет мүддесін биік қоятын, қазақ тілі мен құқықтық мәдениетті дамытуға үлес қосып жүрген ерекше тұлға. Құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері, енді ғылыми жұмысына тоқталсам. Оның зерттеуі елдің тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне қатысты өте өзекті тақырып. Мұнда мемлекеттік қызметшінің жаңа бейнесі, яғни эмоциялық интеллектісі жоғары, халықпен тіл табыса алатын, жауапты шешім қабылдай білетін маман моделі сипатталған. Мысал ретінде Ақтөбе десанты жобасы терең зерттелген. Сол кезде елдегі дағдарысты ахуалдан шығу үшін жүздеген маман халықпен тікелей кездесті. Осы тәжірибе негізінде Нұргүл Ерболатқызы нақты әдістемелік үлгі ұсынды. Бұл еңбек ғылым мен тәжірибені ұштастырып, мемлекеттік басқару жүйесінде жаңа көзқарас әкеледі. Сондықтан Нұргүл Ерболатқызын мемлекет басқару білім беру бағдарламасы бойынша экономика докторы дәрежесіне лайық деп санаймын.